Еліміздің жастары өзін жеке тұлға ретінде дамытумен қатар, мемлекеттің озық инновацияларға сай өркендеуіне зор үлес қосуы қажет. Бұл қазіргі білім және тәрбие беру үдерісінің алдында тұрған маңызды міндет. Отандық білім саласы туған жеріңе, қоршаған ортаңа, өз тарихыңа құрметпен қарауға тәрбиелеп, ұлттық құндылықтарды дәріптеуі тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Тарих қашап жазған дүниелер адам санасында өшкенімен уақыт жадында өшпейді. Арайлы азаттық, тәу еткен тәуелсіздік, сананың сілкінуі, ұлттың оянуы, тоқыраған соқпақ жолдан өтіп ел еңсесін тіктеп, көк байрақтың көкке құлаш жайғанына да міне аттай 32 жыл. Қазақстан тәуелсіздігінің бесігінде тербеліп жатқан жаңа импульс, жаңа қуат, жаңа леппен бас көтерген жүйенің бірі отандық білім саласы. Дербес мемлекет ретінде Қазақстан ұлттың тілінде білім беріп, ұлттың құндылығын болашақ өреннің бойына сіңіруді көздеді. Бұл тарихи кезеңде жетелі ұлды жебеп жіберуге бауырлас халықтан бір қатар ұстаз келді. Бауырмашылдық пен ынтымақтастық нәтижесінде Қазақстанның білім көкжиегіне есіктерін айқара ашты. Елдің тәуелсіздігімен қатар жасап келе жатқан үлкен жақсы мемлекетіміздің алдыңғы қатарлы жобалардың, білім саласындағы жобалардың бірі. Мен 1967 жылдан бастап білім саласында еңбек етіп, сол білім мұхитының айналасында жүрген кісімін. 30 жыл деген көп уақыт қой. Осы 30 жылды көз алдыма елестетіп отырмын. 93 жылы біздің елде осы білім инновацияның бірінші мектептері ашыла бастады. Бүкіл инновацияны алып келуге осы лицейлердің өте үлкен ықпалы болды білім саласына. 1992 жылы елдің 3 қаласында іргесі қаланған білім ордасы жазиралы қазақ даласында қанатын кеңінен жая бастады. Осылайша бұл мектептер ұлт мұратын серт еткен ұланның жаурап қалған үмітіне от берді. Жақсы ұстаздың зор дәмесін ақтаған оқушылар да тәуелсіз елдің құлан ектеніп таң шапағындай шуағын төккен сәтінде табанды еңбек алғашқы жемісін бере бастады. 1996 жылы Украинада биология пәнінен өткен халықаралық олимпиадада ел тарихындағы алғашқы алтын медальды лицей оқушылары ел қоржынына байлады. Мектептің атын көтердік, еліміздің атын көтердік сол кезде. Әрине ол олимпиадаға барғанда Қазақстан жауын бірінші рет көргенде қуаныштымыз, өте қуаныштымыз. Жаңаруға қарға аунап тұрған қарагердей дүр сілкініп, қиядағыны шалатын қыран көзді заңғарларға қадап, жаңа даңғыл, жаңа лепке ден қойған 32 білім инновация лицейі ұлттық құндылық негізінде сапалы білім, саналы тәрбие беруді көздеді. Біліммен қатар өнер, спорт бәйгесінен шашасына шаң жұқтырмаған оқушылар елдің айбынын дүние ел алдында асырып жүр. Сол мектептер қазір білім инновация лицейлері болып өзгертілді. Аты өзгергенмен заты өзгерген жоқ. Біздің қазақ өзі 8 қырлы бір сырлы деп айтатындай, қолынан әр нәрсе келе беретін сондай бір данышпан халықпыз ғой. Ұрпақтарымызда, жаңағы бауырларымызда, жаңағы түрік ағайындардың құрып берген іргетасын құлатпай, одан да әрлеп, әрі қарай әдемі қылып, одан да биік жетістіктерге жеткізіп жатқан өзіміздің қазақтың бауырлары, өзіміздің қазақтың азамат жігіттері. Президентіміз айтқандай, білім мен біліктілік екеуі бірге жүру керек. Бұл лицейлерде сапалы білім мен саналы тәрбие бірге жүреді. Білім инновация лицейлері қазақтың білім жүйесінде өзінің орны бар екендігі және үлкен бір осы жүйенің дамуына белгілі үлес қосып отырғандығын ерекше атап өтуге болады. Әрине біз оны атқарылып жатқан жұмыстың нәтижесінен балалардың білімінің сапасына қарай, ата-аналардың көңіл күйіне қарай бағалап отырамыз. Мен ғана емес, министр ретінде жалпы елде өзінің оң бағасын беріп жүргендігін біз көріп отырмыз. Лицей түлектері шетелдің маңдай алды университеттерінде білімін жетілдіріп, ізденіс үстінде жүргенімен туған топыраққа оралып, ұлтқа қызмет етуді басты ұстанымға балайды. Бүгінгі таңда осы лицейлерге оқимын деген балалардың саны да, оқытамын деген ата-аналардың саны да ұшан-теңіз. Бұрын да совет кезінде де басқа уақытта да олимпиадаға бірең сараң бала біздерде қатысатын. Ал осы лицейлер ашылғалы өте бәсекелестік қалыптасты бізде. Оның айшықты
көрсеткіші білім инновация лицейі оқушыларының жыл сайын әлем додасынан, яғни халықаралық беделді олимпиадалардан қоржынын медальдарға толтырып алып келуінің өзі үлкен сол мектептің тәжірибесінің және оның өзін ақтағанның белгісі. 30 жылда лицей оқушылары облыстық, республикалық білім бәйгелерінен бақ сынап, әлем елдері алдында мемлекет мерейін өсіріп жүр. 1994 және 2023 жылдар аралығында лицей шәкірттерінің олимпиада жетістігі көңіл көншітерлік. Бүгінге дейін иеленген 27593 медаль санын кірпіштей қалар болсақ, биіктігі 3 бәйтеректің биіктігіне тең. Ал бақ пен бабы келіскен жеңістің салмағы 1820 килограмм Toyota маркалы автокөліктің салмағынан да ауыр. Барлық медальді жерге жайғанда 1532 метр, яғни 15 футбол алаңы аумағындай медальді дарынды оқушылар еншілеген екен. Рас, қазір мектептің 3 түрі шықты. Физика математика мектебі, Назарбай мектебі, білім инновация лицейлері бар. Қазақстандағы ең жоғарғы нәтижеге жетіп тұрғандар осы 3 мектептен шығып жатыр. Ғылым туралы, ғылыми жоба туралы, олимпиада туралы келсеңіз, бұлар алдыңғы қатарда шығады. Мынау физмат мектептері, басқа да дарынды балалардың мектептері. Осы білім инновациялық лицейлер біздің қазіргі осы дарын жүйесіне келіп қосылып, көптеген бәсекелестік туғызып, балалар жарыса отырып, білім алып, халықаралық дүниежүзілік олимпиадаларға қатысып. Негізінде бәсеке болған бұл дұрыс бір жағынан алғанда. Ғылым мен білімде бәсеке болу керек. Өйткені бұдан ұтатыны білім, бұдан ұтатыны ғылым, бұдан ұтатыны қазақ мемлекеті. Бұл негізінде жақсылықтың нышаны. Яғни білімге құштар жастар көп, және оны оқытатын ұлағат тұстарда да көп. Сол екеуі бірігіп жақсы қызмет істеп жатыр. Ынтымағы жарасқан елдің ырысы артады. 30 жылдық тарихы бар, дамудың даңғыл жолына түскен білім инновация лицейлері оқушы, мектеп, атана атты үштік тағанның қазығын тереңге қаққан. Өзара татулық пен ізетті насихаттайтын үштік одақ білім мен тәрбиені тел қозыдай қатар алып жүр. Балалардың мына кітап оқуға құштарлығын арттыруда, жалпы балалардың арасындағы бірліктің, тек қана үш тілді білімді меңгеруде, немесе белгілі бір пәннен жақсы жетістіктерге ғана жету емес, ұлттық құндылықтарға негізделген тәрбиенің де өзегіне тиісті мән беруі бұл мектеп лицейлердің ең басты ерекшеліктерінің бірі деп атар еді. Өйткені сапалы білім беруге, саналы тәрбие беруге ұмтылысы білім инновация лицейлерінің жұмыстың негізгі жемісі мен нәтижесі ретінде қарастыруға болады. 7-ші класстан бастап интернатта тұрып, бір нанды бөліскен достарың, меніңше ол достық, өмірлік достық болады. Қандай мектепте болса да, балалардың көңіл күйінің көтеріңкі болуы, өзінің сол білім мекемелерінде бақытты санауы, білім мекемелерінің арасындағы бір ерекше тәжірибелерін атап өту болады. Жалпы осы білім инновация лицейлеріндегі барлық оқу тәрбие жүйесін оқушы кезден бастап тәрбиешілік, ұстаздық, әкімшілік қызмет, білім инновация қорындағы әдістемелік қызмет барлығынан өтіп шықтым деп айтуға болады. Әрине әр саланың өзінің ерекшеліктері бар. Оқушылық кезде әрине біз көбірек ұстаздарымызға еліктейтінбіз, ұстаздарымыздан тәлім тәрбие алатынбыз. Тәрбиешілік қызметте ұстаз бен оқушының ортасындағы бір өтпелі кезең сияқты болып саналады. Тәрбиешіліктен шыққан бір маман мұғалімдікке бастаған кезде өте тез үйренісіп кетеді. Қор ана тіліміздің аясын кеңейту, оқушы бойында қазақы ұлттық болмысты қалыптастыру, төл әдебиетімізді сіңіруге барынша үлес қосып келеді. ТМД елдері бойынша баламасы жоқ, жарқын болашақ олимпиадасын жасаудағы негізгі мақсат та сол еді. Биік мақсат, зор үмітті арқалаған жас өрендер еліміздің және алпауыт мемлекеттердегі маңдай алды жоғары оқу орындарына оқуға түсіп, ел абыройын асқақтатып жүр. 11-ші сыныптың 200-ге жуық оқушысына еліміздің маңдай алды жоғарғы оқу орындарына грант берілді. Жыл сайын жарқын болашақ олимпиадасына 1000-нан аса мектеп, 5000-ға жуық оқушы қатысады. Әсіресе аталмыш жоба ата жұртын сағынып, қиыр жайлап шет қонған туғандарымыз үшін зор мүмкіндік болған еді.
СДУ университеті арнайы грант тағайындап, елде білім алуына жағдай жасалғанды. Осы күзде ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың СДУ университетіне баруы тарихи сәт болды. Angola'da. Tüm köyümüzde oturtmuştum Kazak eli жасай берсін. Сондай-ақ білім инновация лицейлерінде оқығандардың түлектер ассоциациясы бар. Олар өздері түлеп шыққан ұясын ұмытпай, болашағынан зор үміт күттіретін игі бастамалар мен әлеуметтік жобаларға қолдау танытуда. Бізде білімнен бөлек бір маған ұнайтын жағы бұл осы мектептерді бітіріп шыққан жігіттер елін сүйетін, еліне пайда алып келетін, елім дейтін, жерім дейтін жігіттер көп шығады. Әрине, атқарылып жатқан еңбекті ескере отырып, бұл мектептердің бүгінгі күні инфраструктуралық дамуына да тиісті мән беруді оқу-ағарту министрлігі қолға алып отыр. Бүгінгі күні бірнеше білім инновация мектептерінің инфрақұрылымына тиісті қаржы бөлуді де біз қолға алып отырмыз. Өйткені кейбір өңірлердегі білім инновация лицейлерінің тозығы жеткен ғимаратта орналасқан көріп отырмыз. Министрліктің қазіргі алға қойып отырғаны жалпы бұл лицейлерге тиісті қолдау көрсете отырып, оның құрылысының реновациядан өткізу, немесе жаңа ғимараттар соғып беру бағытында да қазір белгілі бір қадамдар қолға алынып жатыр. Бүтіндей мемлекетпен болмысы бірге қалыптасып, бағыты мен мақсаты тек тұтастай адамзатты ізгілендіруге қарлығаштың қос қанатына білім мен тәрбиені мінгізіп, зеңгір көкте қалықтаған ұлағатты сапар ұзағынан болсын. Қазақ білімінің, қазақ ғылымының туы көкке желбірей берсін. Мен тілегім осы. Ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру жолында күні бүгінге дейін қолдау танытқан мемлекет басшысына, ел ағалары, қоғам қайраткерлері мен ата-аналарға және күллі қазақ еліне алғысымызды білдіреміз. Біз сіздермен бірге тағылымға толы, олжалы жылдардың тізбегін жалғап, тағы да алыс межеге қанат қақтық.